Қазалдың мәдениеті, мына тұрған паровоз. Бұрын шіркеу болған дейді, ертеде осы. Кейіннен мәдениет үйі қылған ертеде бір 93 жылда темір жол салынған кезде. Оң жақта вокзал, үлкен вокзал. Ана Әйтеке би кентінің ескерткіші, міне арқасымен тұр ғой көрініп. Қазір алдынан да көрсетемін оны. Міне Қазалы. Қазалының вокзалының бір ерекшелігі осындай да, мындай. Дизайны бір әдемі да. Анау арғы бетке өтетін мосты. Мына жақта да парк. Әйтеке бидің ескерткіші. Көрінбей атылған. Кеттік мінекей. Арада салтанат сарайы деп жазып тұр кәдімгідей. Тойхана болу керек енді. Қазалының көшелері жасыл енді осындай. Нөмір региондары 11, дәл осындай. Мынау қиып жатқан көше, Часынов көшесі, қазіргі атау қалай еді? Қалай білмеймін, осыны бара көшен ол. Мына бесетаж анау. Міне анау да бесетаж. Мынау емхана, сырт қапталған. Темір жол емханасы. Оның қапталына да біреуін салған екен ондай. Барда бір 249 деген мектеп болды бұрын. Қазіргі нөмірін атауын білмеймін, соны комментарийға жаза кетіңіздер. 226 дейді. Әлде 246 ма, соны жаза кетіңіздер комментарийға. Мынарда 16 мектеп болған шығар сол. 12 мектеп. Кейін 70 болып өзгерді деймін. Бүгін Қазалда ауа райы деген тіпті керемет болып тұр екен. Төменге подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Екі этаж үйлер. Темір жолшыларға салынған үйлер. Владимир Часынов көшесі деген табличкалар ілінген екен. Олар ғасырлар болған үй деп айтып жатыр міне. Міне Владимир Часынов деген көше екен. Мен оқып отырмын. Мына жақта Эчи деген мекеме, ана өтіпте. Сыртын қаптап тұрмайсың. Крышасын. Мынау переезд. Былай қарай Қызылордаға кетеді, былай қарай батысқа қарай кетеді. Қарауыл переезді көрінбейді енді ол. Ішінде отырған шығар, ашып қойғаннан кейін. Пойыз жүретін кезде ғана шығады, мынаны жауып қойып. Былай қарай Қызылордаға кетеді, былай қарай батысқа кетеді, Ақтөбеге қарай. Аралға сексеуілге қарай. Қазалының топырағы түсі міне қара да. Мынау материальный склад ертеде. Қазір не екенін білмеймін бұның үшін. Ане темір жолға тоқ беретін. Мен дәл осы көрсетіп тұрған жағында 204 деген мектебі.